Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, жаңағы хадистерінің бірінде иза дахала ахлул жаннал жанна, мынау қияметтегі көрініс қана бұл тек. Одан кейін жәннатта қараңыздар. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде дейді. Қол Аллаху табарака ва тағала. Сол кезде табарака ва тағала айтады дейді. Жәннаттықтарға атуридуна шей'ан наситукум. Қараңыздар. Жәннаттың ішіне кіріп қойған жәннаттықтарға айтады. Қалайсыңдар ма? Тағы бір нәрсе қосайын ба сендерге? Тағы қосымша сыйлық берейін бе? Сонда фаяқулуна, жәннаттықтар айтады дейді. Әлем тубайгит уджухана, я Раббымыз, сол махшарда тұрғанда жүздерімізді ағарттың, нұр бердің. Әлем тұтқилнал жанна, жәннатқа кіргіздің бізді міне. Ва тунаджина минан нар, тозақтан құтқардың. Бұдан басқа қандай нәрсе? Раббымыз, сұрай аламыз біз сенен? Деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қала фаяхшибул хижаба". Міне, ғайыптың пердесін ашады дейді Раббыз. Пайғамбарымыз айтады: Аллах Тағала пердені ашады дейді. فَلَمْ يُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Жәннаттықтарға берілген нәрселердің ішіндегі, жәннаттықтарға берілген нығметтердің ішінде дейді, Раббыларына қараудан сүйіктірек нәрсе болмайды дейді. Оған еш нәрсе жете алмайды дейді. Міне осы сәт, құрметті жамағат, әрбір сахабаның арманы оған осы. Әрбір олардан кейінгі әрбір ғасырда өткен салиқалы адамның уайымы осы болған. Осы сәт. Осы бақыт деп аталады асылы. Бақыт деген нәрсе осы. Зор жетістік деген нәрсе осы. Сондықтан Аллах Тағала осы нығметтен, осы нығметті бізге бергісі келіп тұрған Аллах Тағала айтады. Құранда: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху ядъу иля дарис салам ва яхди ман яшау иля сиратин мустақим". Аллах Тағала сендерді сол бейбіт жұртқа, яғни жәннатқа, қараңыздар, сәлем деп аталатын жәннатқа, сәлемнің жұртына қарай шақырады дейді сендерді. Әрдайым бір аят түсірсе, сол жаққа шақырып жатыр сені. Басқа мақсат көзделмейді. Аят түсті ма, сол жаққа шақырып жатыр. Ол сол үшін түскен аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис айтты ма, ол сол үшін айтылған хадис. Басқа мақсат жоқ. Сол жаққа шақыра береді дейді сендерді. Тоқтамайды сендерді, шақыра береді. Ажал келгенге дейін. Қараңыз қандай рахымды. Сөйтіп, "Ва яхди ман яшау иля сиратин мустақим". Кімді қаласа, оны жүзу жолға қарай бастай салады дейді. Қараңыздар, рахымы қандай. Сосын сол жүзу жолға түсіп, Алла Тағаланың сәттілігімен небір жақсылықтарды, Алланың ризалығын іздеп, небір жақсылықтарды іске асырғандардың сауабын қараңыз. Лиллазина ахсанул хусна. Қараңыздар. Әрбір нәрсені менің дидарым үшін жасағандар дейді. Қараңыз. Оларға ал-хусна. Міне. Жәннат болады дейді. Ешкімнің көзі көріп көрмеген, ешкімнің құлағы естімеген, адамның жүрегіне, ойына кіріп шықпаған нәрселерді белгілейтін, қамтыған жәннат. Сол жәннат оларға болады. Уазияда дейді. Және қосымша бір сый болады. Қосымша сый ол сол Раббыларына қараулары. Раббыларына қарап көз ала алмаулары.